Қайырлы кеш, эфирде берекет кілті бейнет жобасы, студияда Әйгерім Ердәулет. Бүгінгі хабарымызды барша ел азаматтары қалт жібермей көру керек екен эфирдің басындағы айтқым келеді. Өйткені қаузалатын тақырып зейнетақы калькулятор жайында болмақ. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтындағы зейнетақыны есептеу функциясы электронды сервистер бөлімінде орналасқан. Сондай калькуляторды қордың арнайы ұялы қосымшасындағы қызметтер бөлімінен таба аласыз. Болашақ зейнетақыны есептеу кезінде базалық және ортақ зейнетақыны 10% аударылған міндетті зейнетақы жарналары мен 5% кәсіби міндетті зейнетақы жарналарын және ерікті зейнетақы жарналарын қосып санайсыз. Енді рет-ретімен түсіндіріп өтсем. Базалық зейнетақы зейнет жасына жеткен азаматтарға мемлекет тарапынан төленетін міндетті әлеуметтік көмек. Ол еңбек өтілі мен ерікті зейнетақы қорына жасалған аударымдарға тәуелді емес. Биыл оның көлемі 21.191 теңге. Ал быжыздықтан берілетін ай сайынғы төлем күнкөріс деңгейінің 70%-нан кем болмайды. Бүгінде бұл сома 26.172 теңгеге тең. Яғни жинағаныңызға қарай қор қаражат аударып отырады. Біле білсеңіз, қазір 700.000 теңгеге дейін төлем алып отырған қалталы зейнеткерлерде бар. Сіз де болашақ зейнетақыңыздың қандай көлемде болатынын қазірден бастап жоспарласаңыз ұтылмайсыз. Мәселен, сіздің қорда жинағаныңыз 10 миллион теңгеделік. Бұл сома арнайы есептеу формуласы арқылы 6,5% төлем мөлшерлемесіне көбейтіліп 12-ке бөлінеді. Демек, қордың сізге төлейтін сомасы 54.000 теңгеден асады. Бір жыл өткеннен соң бұл сома тағы 5%-ға автомат түрде артатын болады. Шымкенттік Ахмет Әбдірашид жас болса да қазірден зейнетақы төлемінің есептеу әдісіне ерекше мән береді. Өйткені ол қауіпті саналатын салада еңбек етеді. Сауалына зер салсақ. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Ахмет. Менде қауіпті өндіріс жұмыстарына байланысты сұрақ бар. Бұл калькулятор өзінің есебіне қауіпті жағдайлардағы еңбек өтілін қоса ма? Сауалыңызға рахмет. Нақты жауабын Түркістан облыстық филиалы директорының орынбасары Асылбек Ошановтан білсек. Асылбек мырза, сіз байланыстасыз. Саламатсыз ба? Калькуляторда түзетілетін коэффициент есепке алына отырып, қауіпті және зиянды еңбек өндірістерінде еңбек алықсыз жұмыс істеген азаматтар үшін бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан түсетін зейнетақы көлемі ұлғаятыны ескерілген. Сондай-ақ сіздің зейнетақыңыздың болжам бойынша нәтижелер жас ерекшелігіне, зейнетке шығатын уақытқа, жинақтар таусылғанға дейінгі жылдар санына, зейнетке шығатын кездегі еңбекақының көлеміне және де алмастыру коэффициентіне байланысты. Зейнетақының есептеу нәтижелері кепілді емес, болжамды екенін ұмытпауымыз керек. Ол болжам уақытындағы инфляция есебінсіз жасалады. Ой қорытып есте сақтаңыздар. Біздің болашақ зейнетақымыздың көлемі зейнетақы жарналарының толықтай тұрақты түрде аударылып отыруына әсер етеді. Жауабыңызға рахмет, Асылбек мырза. Сонымен әлі айтылмаған ортақ зейнетақы төлеміне тоқталсақ, бұл зейнетақыда мемлекет есебінен төленеді. Тек 1998 жылға дейін еңбек еткен азаматтар ғана алынады. 2022 жыл ең төменгі ортақ зейнетақы төлемі 48.032 теңгеге тең. Бүгінгі жастарға келешекте бұл төлем түрі төленбейтіні түсінікті. Сондықтан неғұрлым шотта жинағаныңыз көп болса, соғұрлым зейнетақыда көп болмақ. Ал өзіңіз бен жақындарыңыздың зейнетақысы көбірек болғанын қаласаңыз, ерікті зейнетақы жүйесін пайдалансаңыз да болады. Яғни қордағы шотқа қанша сомада қаражат саламын десеңіз, өз еркіңіз. Айтпақшы, ең маңыздысы қолданыстағы заңнамада қордағы зейнетақы жинақтарымыз оны алатын сәттегі инфляция деңгейінен төмен болса, республикалық бюджет есебінен төленетін мемлекет кепілдігі қарастырылған. Бүгінге айтпағым осы, келесі сейсенбіде көріскенше бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жинағандарыңыз көбейе берсін.